Бұл өлке біздің ауыл жайлар. Бадырақ, байдың жалшысы. Жасы 22-інде орта бойлы, дембелше, жауыры қақпақтай жас жігіттің алыбы еді. Төбесі биіктеу, шекесі торсықтай, бүркіт қабақ есті жігіт. Бұл әке-шешесі жасында өліп жетім, панасыз қалған Қоянбай деген бала еді. Бір жылы мұның шешесі болғанда қой таба алмай, қояннан қалжа жеген екен. Сондықтан мұның атын Қоянбай қоя салыпты. Міне, Қоянбайдың сол күннен бастап қозы бағып, қой жайып, жан сауғалап келе жатқан ауылы Қоянкөз ауылы. Қоянбай Қоянкөз ауылының әркімінде ақ жүріп, әсіресе көптен күлімен кіріп, отымен шығып келе жатқан үйі осы Сағындықтікі. Қойшының атын Қоянбайлап шақыра беру, жарықтық Қоянкөз атаның атын ала кетіп, аруағын тебіренту сияқты болған соң, Қоянкөз ауылының ұрғашылары қойшыға жанама ат жасап, Қоянбайды тастап Бадырақ деп атаған. Қара шығыр қол атанының бақыртып керегесінің қомдап жатқан ауыл Сағындық байдікі. Сағындық жуан жерден шыққан белді бай, ауыр дәулетті, малы мол адам, 3 қатыны бар. Бастапқы бәйбішеден ұл жоқ, жалғыз-ақ ұрғашы тарғыл мысықтай бір қара қожалақ бойжеткен қызы бар. Ал ортаншы қатыны пұшпашы қайнамаған адам. Оның да үйі бөлек, бәйбіше осылардың ешбіріне қосылмайтын бөлек ауыл. Сағынды өткен жылы күзді күні қалың мал төлеп, 3-ші қатыны Женсікті алған. Женсіктің желегі басында бұл бәйбішенің босағасына келін болып түсіп отыр. Түскелі осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығады. Өзі ауылдағы бейнеттің талқысына түсіп, әбден пісіп қатқан кедейдің қызы. Сағындықтың сақалы бурыл, тартып, көзі қызарып, іріндей бастаған. Оның жылы Қоян, міне, биыл елудің екеуінде. Ай жарымнан бері бәйбіше тоқалдан дейтін. Женсік қойшы Бадырақпен көңіл қосқан. Сағындық тоқалына кім екенін ұқты. Қатыны 4 жақтан 4 қазық қағып көрген, үстінен қой айдаған, құрым киізбен ұшықтаған, қырықтың бұздырып денесін қарыған, 2 бұрымын шорт кесіп тастаған, түнімен сол қазыққа танулы жатып, ел көшкен сон мойнына құрым іліп, бетіне күйе жағып, ауылды 3 айналдырған торы биеге жаланаш танып, қара інгенмен уғы тіркелген. Бұл Қоянкөз ауылының ата-бабасынан қалған, осындай құл-құтанмен шатасып, сүйек сындырған бұзықтарға істейтін ежелгі жазасы еді. Кеңес өкіметі орнай бастаған тұста ауылда жаңа өзгерістер пайда болады. Байлардың билігі әлсіреп, кедейлерге үміт оты жанады. Бұл өзгеріс Бадырақтың тағдырына да әсер етеді. Ол бұрынғыдай қорлықта қалмай, еркін өмірге, теңдікке қадам басады. Бадырақ пен Женсік отау құрып, бұл екеуіне Жарқын Бадырақұлы дүниеге келеді. Бұл қара жігіт Бадырақтың тұңғыш баласы Жарқын еді. Оның жастайынан оқуға кетіп, ауылға қайтқаны осы. Ол әке-шешесінің үйінен аттанғалы 9 жыл болған. Ол қазір кеңес өкіметінің отты да ойлы азаматы, коммунист партияның қабырғалы қызметкері. Әңгіме жаңа заманның кедейлерге үміт сыйлағанын көрсету арқылы аяқталады.